Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан темір жолы компаниясы жетекшісін қабылдап, еліміздің өңірлік көлік логистика хабының даму процесін талқылады. Асқар Мамин 2 жылда Қазақстанда жекеменшік сектордың қатысуымен көлік логистика орталықтарының желісі толық қалыптасатынын мәлімдеді. Сондай-ақ 2014 жылы солтүстік бағыттағы Ақтау теңіз портын дамыту жобасы аяқталатынын тілге тиек етті. Қазіргі таңда Қазақстан жаңа жібек жолы ауқымды бағдарламасы іске асуда. Оның аясында транзит әлеуетін арттыруға, ішкі және шетелдік көлік логистика жүйесін қалыптастыруға бағытталған ірі инфрақұрылымдық жобалар жүзеге асырылады, деді Мамин. Өз кезегінде елбасы 2014 жылы пайдалануға беру жоспарланған Жезқазған Бейнеу және Арқалық Шұбаркөл жаңа теміржол желілерін іске қосудың маңыздылығын атап өтті. Олар шығыс, батыс және солтүстік, оңтүстік бағыттарындағы халықаралық көлік дәліздерін үйлестіруді оңтайландырып, Достық Ақтау бағытындағы арақашықтығы 748 шақырымға қысқартуға тиіс, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Кездесу қорытындысында президент қаралған мәселелерге қатысты бірқатар нақты тапсырмалар берді. Китай, Центральная Европа и Китай-Европа. По этим направлениям в начале следующего года Казахстан Темиржолы планирует запустить 3 регулярных контейнерных шаттл-поезда. 14 подобных уже курсируют в республике. Сегодня об этом главе государства сообщил Аскар Мамин. Глава КТЖ также заверил Нурсултана Назарбаева, что в течение 2 лет в республике полностью сформируется сеть транспортно-логистических центров с участием частного сектора. В 2014-м, по словам Мамина, завершится проект развития морского порта Актау в северном направлении. Президент, в свою очередь, отметил важность запланированного в следующем году пуска новых железнодорожных линий Жезқазған-Бейнеу и Арқалық-Шұбаркөл, сокращающих расстояние на маршруте Достық-Ақтау на 748 километров. За время